Золотой глобус 2025 жылдың ең үздік фильмдерін анықтайтын тізімін шығарды. Ол жерде енді сіздер шок боласыздар, қандай фильмдер бар екен білсеңіздер. Бұл жерде енді сөзсіз таңғалмайтын фильм ол Пол Андерсонның «Битва за битвой» фильмі, «Грешники», «Сентиментальная ценность», «Гамлет» және де маған қатты ұнаған Гильермо дель Тороның «Франкенштейн» фильмі. И жаңа шок боласыздар деген ол Злаяның екінші бөлімі. Қайтадан сол өткен жылдағыдай биыл екінші бөлімі шығып қайтадан Золотой глобусқа ұсынылып жатыр. Неге түсінбеймін ше. Ал жалпы Золотой глобустағы ең көп ұсынылған фильм ол әрине «Битва за битвой» деген Пол Андерсонның фильмі 9 номинацияға ұсынылған. Одан кейін «Сентиментальная ценность» деген фильм 8 номинацияға ұсынылған болатын. «Грешники» 7 номинацияға ұсынылған болса, «Гамлет» 6 номинацияға ұсынылды. Ал «Франкенштейн мен Злаяның» екінші бөлімі 5 номинациядан енді ұсынылып тұр. Енді сіздер қалай ойлайсыздар, осы Золотой глобусты кім алады деп ойлайсыздар? Бұл награда келер жылы 2026-ның 11 қаңтар күні беріледі.